Қамаудағы өмір 3 бөлім. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Сот үкімі. Анасының басқа жанмен көңілдес болғаны, Сәуленің намысына тиіп, сол үшін де анасын ашу үстінде өлтірген деген ауыр айып тағып, 15 жылға бас бостандығынан айырды. 18-ге енді толған бойжеткен қанша ақталса да енді тым кеш еді. Тіпті анасының жаназасына бара алмай, әжесі мен інісінің жай-күйі қандай болып жатқаны Сәулеге үлкен күйзеліс болды. Өмірінің жартысын қапазда өткізетін Сәулеге тағылған айып өте ауыр еді. Бұл жағдай бейкүнә қызды одан әрі есеңгіретіп жіберді. Басында сұрақтар көп, бірақ жауабы жоқ. Неге бұлай болды деп өзіне сұрақтарды айқайлай қойып, басын қабырғаға ұра жөнелді. Ашумен қанша соққаны белгісіз, есінен танып құлаған қызды күзетшілер түрменің ішіндегі дәрігерге көрсетті. Сәуле үшін мына өмірдің мәні қалмағандай, сол үшінде өзіне қол жұмсауға бекінді. Аман қалған Сәулені жазасы ауыр қылмыскердің колониясына қолын кісендеп апарды. Түрлері суық күзетшілер күтіп алып, тағы да қараңғы қапасқа бір күнге қамап, келесі күні 6 адамдық бөлмеге әкелді. Ол жерде көздері ашуға толы орта жастағы әйелдер еді. Бәрі көзімен Сәулені тесердей қадалып қарап тұр. Күзетші көткен бойда бірі: «Иә, салқым, қош көрдік. Кімді өлтірдің жап-жас болып? Бұл жерге тек адам өлтіргендер ғана келеді», деп мысқылдай сұрақ астына алды. Әлі де күйзелісте жүрген Сәуле жауап бермек түгілі тіл қатуға шамасы жоқ еді. Кімді өлтірдің деген сөзі жүрегіне қатты батты. Өзі істемеген қылмысы үшін қапасқа қамалғанын ойлаған сайын үнсіз көздерінен жастары төгілді. Әлгінің сұрағына жауап бермей төсегіне отыра бергені сол еді. Шашынан шап беріп: «Әй албасты, мен саған сұрақ қойдым ғой. Сен кімсің сонша сұрағыма жауап бермейтіндей, келмей жатып мені басынғың келе ме?» Шашынан сүйреп, тепкілеп жатқан денелі келген Нұргүл есімді әйел, осы бөлменің бастық сымағы. Қасындағы басқа әйелдер осыған жалпақтап айтқанын орындайды. Тепкілеп болып қасындағы жағымпаздарына: «Мына сорлыға түсіндіріңдер іштегі тәртіпті. Ертеңнен бастап бұл менің құлым болады. Жақсылап түсіндіріңдер. Ыңғайға келмейді екен, онда сазайын беріңдер», деді. Екі әйел сүйрелеп Сәуленің бетіне суық су шашып, орнына жатқызды. Бірі аяғандай ақырындап іштегі тәртіпті түсіндіргендей болды. Осылай Сәуленің қапастағы алғашқы күндері басталды. Ертеңіне денесін әзер көтерген Сәуле Нұргүлдің айтқандарының бәрін бұлжытпай орындап жүрді. Далаға шығару кезінде Сәуле іште қалған. Бір сәт демалғысы келген еді. Нұргүл күзетшілерге ақша беріп, Сәуленің не үшін түскенін біліп алды. Ішке кірген соң қасындағы жағымпаздары бәрі жаман көзбен қарап: «Сен өз анаңды өлтірген қанішер екенсің ғой, саған енді аяушылық жоқ, жазаңды біз береміз», деп жан-жақтан қоршауға алып, тағы да тепкінің астына алды. Өздерінің қызымен жасты қызды аяусыз тепкілеп: «Сендей айуанға өлім жазасы керек. Сені дүниеге әкелген қымбат жанды өз қолыңмен өлтіруге қалай дәтің барды сұмырай», деп неше түрлі сөздерді айтып жатыр. Бірін естісе, бірін естімеді. Айқай-шудан күзетшілер де келді. Үсті басы қан жоса болған Сәулені сүйрелей дәрігерге апарған.
байғұс қыздың қабырғасы сынған екен. Дереу сол түрменің ішіндегі кіші ота жасау бөлмесіне апарып, керекті емін алып, өзіне келе бастаған Сәулені басқа камераға орналастырды. Ол жердегі әйелдер қарапайым, түсініктері мол, жүректері қайғы-мұңға толы жандар еді. Әбден қорқып қалған қыз ішінен қайсысы тиісер екен деп көзінің астымен жан-жағына қарап қояды. Ішіндегі үлкендеу келген әйел: «Қызым, қорықпа, саған ешкім тиіспейді, қане жатып демала ғой», деді. Мына сөзден соң Сәуленің қорқынышы аздап болса да сейілді. Уақыт өте қасындағы жақсы жандардың арқасында тігіншілікпен айналысып, бос уақытында кітап оқып, 15 жылын әзер өткізді. Десе де бұл қапас Сәулені қатты өзгертті. Бұл жерден ешкімге сенбеуді, қатыгездікті, бостандықтың қадірін ұғуды түсінді. Бір сөзбен айтқанда, жаңа туған күшікті ырылдата қабаған итке айналдырған секілді, Сәулені бұл қапас өзін қорғауды және өзін ешкімге табаламауға үйретті. Бостандыққа шыққанда қатты қуанып өз үйіне аяқ басқан еді. Бірақ әжесі бірнеше жыл бұрын марқұм болған екен. Інісі сол бір қарғыс атқан күннен соң балалар үйіне өткізілген екен. Туыстарының үйінен іздеп жүріп, есейіп кеткен 19 жастағы інісін тапты. Суық көздерімен қараған інісі басында біраз Сәуленің жүрегін жаралайтын сөздер айтқан еді. Кейіннен екі бауыр татуласып, бірге өмір сүрді. Балалар үйінде тәрбиеленген інісінің өмірі де қиыншылыққа толы болған екен. 18-ге толғанда бұл азаптан құтылған інісі туыстарын жағалап жүрді. Ата-анасын, әпкесін сұрағанда өте ауыр оқиғаны естіген бозбала әпкесіне деген кек сақтаған еді. Сол үшінде әпкесін көргенде суық қарағаны. Қаңырап бос тұрған қара шаңырақты арзанға сатып, Сәуленің аздап жинаған қаражатын қосып басқа қаладан бір бөлмелі пәтер сатып алды. Бұл қаражат түрмеде жүргенде тігіншілікпен айналысқанда төленген ақшасы еді. Жалғасы бар.